Сәлем достар, Ханшайым каналына қош келдіңіздер. Көптен бері менің каналымда видео шықпай кетті. Сондықтан бүгін мен сіздерге Қытай халқының ерекше тағам түрін жасап көрсетемін. Ол ерекше тағамның аты Қытай мансы деп аталады. Бізге қажетті заттар: ұн, тұз, сарымсақтың ұнталған түрі, қызылша, зәйтүн майы, қара бұрыш, ақжелкен, содан кейін сиыр бүйрегінен тартылған фарш. Алдымен қызылшаны 4 бөлікке бөліп, оны шырын тартқышқа саламыз. Мұндағы мақсатымыз қызылшаның суын алып, қамырды қызыл түске бояу. Шырын тартқыш арқылы қызылшаның суын алдық. Яғни мынадай күйде болды. Содан кейін 200 грамм ұнды илектен өткіземіз. Яғни илейміз. Иленген ұнның үстіне жарты қасық тұз саламыз. Одан кейін 2 қасық зәйтүн майын құямыз. Болғаннан кейін үстіне қызылшаның суын құйып араластырамыз. Иленген қамырымыз мынадай әдемі түске айналды, қызыл түске. Және де қамырымыз жұмсақтау болу керек басқан кезде. Достар, ұнды фарштың көлеміне қарай саласыздар. Менде фаршым кішкентай болғандықтан 200 грамм ұн салдым. Қамырды болғаннан кейін үстіне пакетті жауып 10 минут немесе 5 минут қоя тұруымыз керек. 10 минут уақыт өтті. Одан кейін қамырымызды алып екіге бөлеміз. Бөлдік екіге. Енді бір бөлігімен жұмыс жасаймыз. Ал екінші бөлігін пакетке салып алып қоямыз. Астына ұн сүйіліп, осылайша қамырдың барлығын жаюымыз қажет. Ендігі кезекте фаршымызға тұз саламыз, жарты қасық. Одан кейін чеснок саламыз, жарты қасық. Оның үстіне қара бұрыш саламыз, жарты қасық. Одан кейін ақжелкен саламыз, жарты қасық саламыз. Болғаннан кейін жақсылап араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін 5 минут қоя тұрамыз. Қамырымыз дайын болды. Енді оны дөңгелетіп кесу керек. Менде құрал болмағандықтан кесетін. Мынадай стаканды қолданамын. Осыны қамырдың үстіне басу арқылы мен дөңгелетіп, қандай қылып кесіп аламын. Әдемі фигура шықты дөңгелек.
Кесілген дөңгелек қамырларды бір-бірімен байланыстыруымыз қажет. Ол үшін былай жасаймыз. Яғни бір қамырымызды аламыз, оның бір жақ шетін сулаймыз. Оған екінші дөңгелекті, яғни жабыстырамыз. Одан кейінгі үшінші дөңгелекті жабыстыру үшін тағы да сулаймыз. Үшінші дөңгелекті жабыстырылады. Үшінші дөңгелек жабыстырылады. Одан кейін тағы бір шетін сулап, төртінші дөңгелекті жабыстырамыз. Яғни бізде 4 дөңгелегіміз жабысты. Енді оның үстіне фаршымызды саламыз. Яғни фаршты азғантай салуымыз қажет. Яғни бізде әдемі шығу керек. Яғни қазір байланыстырған кезде қандай пішінде шығатындарын көресіздер. Салып болды. Енді мыналарды жабыстыруымыз керек. Яғни үстіңгі бөлігін сулап алам, үстіңгі бөліктерін. Одан кейін астыңғы бөлігін үстіне қарай алып барып жабыстырам. Енді дайын болған дайын болғанды біз жаймендеп дөңгелетеміз. Дөңгеленіп болды. Одан кейін мына шетін сулап, ұшын жабыстырамыз. Бізде әдемі раушан гүлі пайда болды. Осылайша басқаларында жасаймыз.
Мантоварканың ішін майлап, дайын болған мантыларымызды қоямыз. Яғни міне әдемі гүл шықты, яғни раушан гүлі. Осылайша қойып шығамыз. Оны 30 минутқа газге қоямыз. Достар, біздің Қытай мантысы дайын болды. Міне әп-әдемі. Енді бұны жаңағы белгілі бір соус арқылы жеуге болады. Соусты өздеріңіз қалауларыңыз бойынша жасауға болады. Мен бұл соусты майонез, ішіне паприка, сосын ақжелкенді қостым. Және де қара бұрыш қосып, араластырып, осылай жасауымызға болады. Осындай ерекше мантыны қонақтарыңызға ұсынсаңыздар болады. Оларға міндетті түрде ұнайды деп ойлаймын. Егер де достар осы жасалған тағам сіздерге ұнайтын болса, Ханшайым каналына жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар.